Қазақстан мен Қырғызстанның өңіраралық ынтымақтастық форумы басталды. Шара ертең де жалғасын табады. Айта кетейік, форумның басты мақсаты қос елдің инвестициялық мүмкіндіктерін арттыру, кәсіпкерлік байланысты нығайту. Бүгінгі күні Қырғыз елінен 40-тан аса кәсіпорындар, кәсіпкерлер келіп, бүгін Жамбыл облысының және басқа да облыстардың кәсіпкерлерімен кездесуде. Осы форум аясында бүгінгі күні B2B кездесулер ұйымдастырылған. Екі ел арасында импорттық, экспорттық үлкен көлемде тауар айналымдары бар. Енді осы жұмыстарды осы форумнан кейін үлкен нәтижеге жоғары. Одан да тығызырақ байланыс орнатылады деп сенімдемін. Хорошую динамику развития двусторонней торговли мы также видим каждый год, и в этот год не стал исключением. За 7 месяцев текущего года товарооборот вырос на 12,7% и составил 755 миллионов долларов США. При этом экспорт за январь-июнь вырос на 17%, а импорт вырос на 6%. My name is David from Ethiopia, Africa. Did you know Taraz? Yes, Taraz is a beautiful city. Taraz is very suitable, good for the connections to many neighboring countries. So that's why we are here.